Барлықтарына сәлем. Мен Малайзиядамын және Малайзия мен Қазақстанның өмір сүру айырмашылығы мұн жақта, мысалы мен суға түсіп шықтым, далада тамақ ішіп отырмын. Ал Қазақстанда сіз кешке таман суға түскеннен кейін далаға шықпайсыз. Қазақстанда сіз кешкі асты іш болғаннан кейін таза ауаға жұтуға паркке барасыз, иә? Паркке барасыз, паркке жүруге тырысасыз. Демалуға, таза ауа жұтуға ұйықтар алдында. Ал мына жақта кешке таман тамақ ішіп болғаннан кейін сіз ешқандай паркке барып жүре алмайсыз. Өйткені қараңғы, екіншіден бұл жақта олай адамдар істемейді. Бұл жақта адамдар өз машинасына отырып тамақ ішетін мамак іздейді. Мамак деген ол ең арзан тамақтардың бірі. Осы жерде адамдардың барлығы отырып далада отырып таза ауада тамақ ішеді. Олардың жаңағы бұл өмір сүру дәстүрі. Кешке таман жұмыстан кейін олар барлығы мен артымда көріп тұрғандай, міне мына жағында адамдар отыр.